Видео асламастан бұрын мен сендерге өзімнің каналымды ұсынғым келіп отыр жігіттер. Бұл каналда сендер деген әртүрлі стримдар және видеолар көре аласыңдар. Яғни алдағы уақытта мен сендерге жесткий контент түсіріп қойдым. Бұны осы екінші каналға салам, и сол контентті бірінші болып көргілерің келсе, осы міндетті түрде Mixdin 0.2 каналыма жазылуды сұраймын. Давайте жігіттер 5000 подписчикті объять етіп тастайық, и сразу уақытта новый контент шығады, новый видео. Ал ссылкасы описаниеде бар, тіркелеміз, жазыламыз, актив көрсетеміз. Кеттік ал. Ассалаумағалейкум достар. Көптен күткен бір апталық видеомыз дайын болып шықты. 50 минуттан астам өзің көздерін көріп отқандай. Бұл видеода достар, просто видео салмастан бұрын айтып кетейін, сендерге осы контентті соңына шейін қарауға кеңес беремін. Себебі бұл контентте өзімнің контентіме өте қатты қызықтым. Бұл видеода қысқасын айтқанда рыцарь болдым, яғни Juggernaut сет деген болады. Одан басын атсаң да, денесін атсаң да вообще урон өтпейді, ол видеоның соңғы жағында болады әрине. Так что видеоны соңына шейін қарауға кеңес беремін, обязательно өте қызық болады сендерге. Просто обязательно сөз берем. Давайте битіп кетсек. Осы видеоның басына кәпказы бәріміз лайк басамыз. И егерде видеоны соңына шейін қарап, егерде саған видео ұнамай қалса, сен өз лайкыңды смело алып тастай берсең болады. Прям даже дизлайк бассаң да болады. Егерде арнаға жазылмаған болсаң, арнаға жазыл, комментарий жаз, подписка. Ал біз видеомызға кеттік ал. Қиын ойынға бара жатсыз, бірақ ештеңе киюге болмайды. Өзіңіздің скиндарыңызды лут фармда жаңартыңыз. Бізде ең төменгі комиссия, бонустар, скиндар үлкен таңдауы бар. Аукциондағы ерекше заттар үшін бәсекелесіңіз. Лут фарм бізбен әдемірек. Фьюри-растағы выживаниямыз басылады. Пока что күн ертең байыппад Фьюри-раста. Ал оған шейін біз мына жерге кіріп дами берейік ал. Менде болса. Менде пока что VIP набор затта, блокта. И ол өте қиын ол жағы. Үшінші тактика өзіміздің күшімізбен добиваться ететін боламыз. О, лошадка сразу. Давайте сразу кит охотник. О, Мишань. Ой, баш. ГГ. Ну, наконец-таки. Вот какой-то клановый дом, но заряженный всех, но да. Давайте по фасту кидом. И ехала. Все, найс. Кибитка пока штоға болады. Алдың уақытта кететін боламыз в общем. Опа. Чё за жігітлерім? Давайте, Kid Fury. Айтпақшы достар, Kid Fury'да новое обновление. Охуительное обновление. Енді где Kid Fury'да 30 000 сера береді, және де 15 000 порох. Это просто не только сера и порох, просто компонент скраб жағынан просто 3 есе 2 есе көбейтіп жүрген. Просто идеально. Обожаю Fury-раст. Так, Warkey серверде дейсің ғой, в общем, қалада. И қазір трейдпен 1000 скраб жіберейік, и бізге 3-ші верстак скраб жетіп берсін. Броня и боец. О-ху-ху-ху, сразу рейдж жетуге болмайды бізге. Че, разрешено, что ли? О, от души, көкесі. Сауыз. 3-ші верстак просто бізге подарок мане до того. Ай, thank you. Давайте обустройтесь гаражками. Пока что біздің лутовоймыз, да? Ну, пока что болады ғой, мына лутовой. Давайте калаш алайық. X. О, ана генематик тұтқан үйде біреу жүрген сияқты, қарап келейікші. Біріне бар сияқты мына жақта.
5-ші рсак. Антирад, красная карта. Не хва-хва. Ого. Серьезно? Просто тупо на халяву, что ли? Чуть-чуть МВК. Веревка. Набор для шича. Ну, халявны 4 перданка бір СМ-ға 2 антирад. Бачы айтқаны жаман емес қой. Так, Варки айтады П2-ні өзіме алып алдым дейді о. Так, П2 қайда екен, қазір қара жүрек. Так, мына кармуш қояқ. И мына салайық хавчиктерін. П2, мына островта болған болып тұр Варкидің өзі. Базару нет. Так, давайте чекчик что ли. Вроде онлайн. Қателеспесем. Не гниет. Так, 2 сиха и 8 ракетамен келеді жаным. Онлайна бетон. 18 речсем қазір. Өзіміздің үйімізді бақыт жіберек. Ана көршіміз онлайн сияқты. Пока что онлайн кірмей тұрғанда тез кибитік салып жүріп рейдімізді бастау керек қой. Так, есігі қайдан есігі яқтан болса артынан аламыз ғой примерно. Давайте 2 сиха. Кеттік ал. Удачи нам. Давайте есе антирейдер келіп қалмай тұрғанда. МВК? Серьезно? Бұл үйдегі МВК-ны көргеннен кейін явно түсіндім. Бұл үй жирный екенін. И бұл кезде осы каменный фундаментін байқап қалдым. Осы каменный фундаментке оданша ресурс құртпай, бурмен алып етсем деп шештім, как обычно. Сосын мен город бандитовқа барып 300 скрапқа 2 бур сатып алып, далбит етуді жөн көрдім. Ал, кеттік ал. Кідік етеміз и хом етеміз де. Қасет хом өйттің. Бур сатып аламыз городқа барып. Сосын фундаментін далбит етеміз. Яқта МВК олпса, менің ойымша яқта нормально так годный ресурстар бар сияқты. Потому что бостан босқа апыт етпейді ғой анау деген МВК-ға. Яғни бұл үйде ресурс, прям жесткий ресурс бар сияқты. Так что дальше рейдити керек по любому поводу. До конца просто. Любой ценой. Бірден 300 скраб алып, бірінші крафт етіп, город бандитовға кету керек. Сояқтан 2 бур сатып аламыз и дальше неғып келіп, мына үйдің фундаментін долбить етеміз. Мы в городе дейді ғой, в общем. Қаладасың ғой, короче. Қазір бур сатып алайық. Ема, город бандитов прям жестко бахтит отыр. Здорово. Здорово. Ехал. Так, соңғы 19 хп. Понял. Принял. Қазір. Подождите. Сәл күтіңдер жігіттер. Ема, 16 ракетисаның құртпай, 16 ракетисаның құртпай. Одан да бар ғой. Город бандитовқа барып бур сатып алған артық болды 300 скрапқа. Ёпарасыты. Натуре ёпарасыты деп орыстар осыны айтады ғой. Самый бірінші рейдіміз и окупной рейд. Идеально.
Қазақ жігіттерге айтарым, егер де сендерде сочель слишком болып жатса, осындай неправильно стенка или буферканы көрсеңіздер, оны сіздерге долбить ету кеңес беремін. Себебі долбить етіп, сіз аз ресурс құртасыз. Сондықтан да всегда бурмен долбить ету кеңес беремін. Ал кеттік ал дальше. Пискл. Сюда ЛР-ка. Уф, надо... Шкафын жекітіп орықтым мен просто. Давайте асықпай бәрін апарып үйге. Чё в печках металл, қаншама серазмас. Ема подход, неше подход жасаймыз екен үйге шейін. Так, мынаяқта металл, сера. Давайте шкаф. Но шкаф, но сера жағынан көп емес енді. Бірақ мынаяқта қаншама ресурс. Мать, қой просто. Ну, идеальный рейд, кот тупо. Короче, у них застраивать этот. Так, гаражка их-то. Сюда иди. Гаражка. Так. Так вот. Все, вроде бы. На гаражканы бақыт етіп барайық. Мүмкін ресурс болып қалар. Новый шкаф мне бақыт етчелік. Сколько? 346, да? Так, мынаяқта бір ут бола ма екен? Или хз? Уже осылай, да? Понял. Принял. Жайлап перенос жасай берсек болады. По идее, мына рейд бар ғой, просто идеальный рейд болды, потому что міне осындай ресурс алдық шкафта. Но сера жағына көп емес, бірақ деген қараңшы просто. Мына енді өзіміздің заттар. Мынаны қараң просто. 3 ящик почти что full забиты оружие, киім и ресурстар. Просто базар жоқ. Идеально, просто идеально. Осы рейдтан кейін бүткіл ресурстарды үйге аман-есен перенос жасап болдым. Барлығы әйтеуір тыныштықпен өтті. Бізден ешкім шықпай алмайды деген ойдамын. Так что аккуратно тастай берейік. И ондай атталыс емес. Болады. Более-менее жақын жер. Так, первый рейс успешно келді. Не делался? Алдымыздан ешкім шықпай алмайды. Енді барлығы рейс тасып ете берсе жақсы болар еді. Хля, бро. Здорово. Я выхожу, если что, не убивай. Я мирный. Осы адам үйде былай да былай қарап кеткеннен кейін мен сразу үрей пайда болды, что мынаяқта барлығы рейдер шетінен. И сразу үйімізді обустраивание кірістім. Хорошо, что обустраивание жасадым. Алда уақытта көресіздер не үшін екен. Апаем сразу же. Так, ешкім келмейді тұрғанда обустраивание жасау керек бізге. Так, насыпали мой человек сюда. Опека. И
мынақты МВК кыламыз. Ой, ема. Апыш. Давайте байно обустраиваемся, Юрик. Чё, металл манёж? Нема, емес кәдімгі шикардос болып қалған сияқты примерно. Кішкене нефтевышкадан годный ресурс көтеріп аламын ба деген оймен мен нефтевышкаға кеттім. И қазір көреміз нефтевышкадан бізге не түскен. Так, наконец-таки жетіп қалдық өзіміздің долгожданный нефтевышкамызға. Боттар тұр, барлығы орында. Қалғандармен былай разбираться етерміз. Дизельное топливо. О, микросхемы. Фьюз. Красный алкоголь мойны. Ехала. Бір логотип кетті ма? Наконец-таки. О, спас, экспа. Не хва-хва. О, фугасный оқ. Идеально. Фугасный оқтардан перевер мынақа. Біз ала берейік біз. Бітті ма? Чисто, да? Ясно. Мәсаған чисто болса. Татыр қаз. Да ладно. Фугусные. Так, 5 секунд. И годный ресурс перед тем айдам на деген. Так, давай. Сычка. ЛРК. Базары нет. Более-менее заттар вертинді, если честно, бар ғой. Шүкіршілік зат. Мен нефтяной вышканы тазалап жүргенде үйіме келсем, менің үйіме кішігірім рейд жасаған. Қалай кішігірім? Көресіңдер. Чё за рейдблок? Маған рейд па не? В смысле нахрен? Қай жерге рейд жасап жатыр? Кімнің үйіне рейд жасап жатыр? Ясно. Я услышал. Не, жігіттер.
ондайларыңды қойыңдар сендер, натуре бар ғой, айтайын мен сендер қазым қумаң. Ты хочешь рейдж, чел, бля. Все, ну наконец-таки. О, ё-моё. Видео айнық плаж задық қой. Давайте изучать щик. Стенкамен воротаны. И үйімізді қоршап тсекші. По полной программе. Ема, мана үйіміз аппетиткеміз қандай жақсы болған айтам да. Просто кайф, чистый кайф, просто. Найма, что это? Да похуй, умани. Кукеми спал случайно. Так, стопы. Да, ну. Куда? Ну что сказать, удачи в бане, я все снял, как ты ночью зажимаешь ко мне. На, все, давай, дальше рейди, давай. На, хит. Элкон ультisi туған сияқты үстіндегі. Что-то тишина оқып қалды. Давай. Ай. Ого. Чего? Да ну нахрен. Хом. 155 веревка. 620 скраб, 678 скраб, 288 МВК. Ничего себе. Давайте хомгетик. Яқта, короче, бір адам 7 дейді. Ракета, менде монета бар, 318 соны, короче, ракетаға ауыстырамын дейді. И көрейік қанша беретін, нормально берем деп отыр, енді көрейік ал. Үйге барайық, и қазір оны аламыз, надо развернуть. Так, күте тұрмын. Давайте трейд тастайық маған. Трейд РР. Так, қанша ракетница береді екен бізге? Ебать. От души. Алпс ракета, серьезно?
осы моментте қалай екенін білмедім, бірақ өкінішке орай осы заттармен рейд жасадым, бірақ 2-3 рейд деген түсірілмей қалды, қарайған файттар. И өкінішке орай сол моменттер бұл видеода болмайды. Но все же алдағы уақытта прям қазір жесткий контенттер кетеді. Күтің ал, ехала. Что нам мешает сейчас просто взять и разойтись в разные концы? До этого записи не было, все, факт. Бля, ты тупой или как? С ракет ты будешь нас дореживать. Не буду дореживать, пизду вас. Ну, смотрите, пацаны, я просто ставил условия, если не согласитесь, мне похуй. Ну, как бы выбирайте сами, блядь. Ну, вы против сервера играете, у них все инфа есть. Пойдем на дуо. Ну идите тогда на дуо, хули вы мешаете играть, блядь, я не понимаю. Это соло-сервер, пацаны, вы понимаете об этом? Вы катаете двое. Түсіндіріп кетейін, түсінбей жатқан жігіттер болса, яғни подробно айтайын. Алдында тұрған бір үлкен клановый үй, тастан жасалған, соған рейд жасап жатқанда, мына қасындағы адам, яғни залупа 300 метров деген, сол мен ана досына рейд жасап жатқанда қайта мешать ете берді. Бұл яғни 2+ болып саналады, яғни серверге қарсы ойнап жатыр. И сондықтан да бұл моментте мен запись түсіріп жатырмын деп ойладым, бірақ өкінішке орай запись менде болмай қалды. Адамдар 2+ ойнады, и бұларға мен условия қойдым, типа угрожать еттім. Сендер маған 30 мың сера бересіңдер, либо мен сендерге кетесіңдер деп условия қойдым. Бұлар деген әрине 30 мың сера қойып тастады. И сол 30 мың серамен өздерін бақыт еттім алдағы уақытта. Былайша айтқанда сервердің правиласын бағынбағына наказать еттім ғой. Короче, мыналар 2+ ойнады, и мыналарға типа мыналарды запиське түсіріп алдым. Но в самом деле былай көрдім, 2+ ойнап жүрген, бірақ дейін записье өкінішке орай түспей қалды, бірақ сонда да морально сынып қалды очередной раз. 15 сиха. Пока что жететін шығар. Қап-қара жылқы мане. Мына жақта адам жүр, давай чек жүрейік. Не істеп жүр? Лошадка, уходи отсюда. Ясно. Проебались пацаны, короче. НТ. Так, надо сразу бахтить чурик. Там же ящик тупо пустой. Ясно. Макян кнут питта. Ладно, еще не пись. Так. Шкаф. Неужели? Кто такой степени? Да ё-моё, немного. Бобовка, это аккумулятор. Тустолка. Чё это такое? Хит. Какой-то хит прошел, иду. Салам алейкум.
Отдыхай, малыш. Ну а дальше бахтит смысл жоқ. Так что уходим домой. Давай. Шок-контент. Қабыл алыңдар. Ехал, рыцарь. Stop it, stop it, stop it. Че, далеко собрался? Ясно, понимаю, пацаны. Я понял вас, я услышал вас, пацаны. Я услышал вас. Причем тут конкретно? Короче, 200 мың тас, да? Я понял вас, я услышал вас, пацаны, я услышал вас. Ах, бля. О, один бомба ракета, да? Еще плюс. Ал пока что мен таң атқанын күтіп отырмын. Ал дайын болыңдар. 2+ ойнап жүрген жігіттерді қазір жазалайтын боламыз. Қалай екен қызық көресіңдер. Просто осы видеоны до конца көрің. Өте экшн дейді ғой. Ал кеттік ал. Просто қазақ контентінде болмаған контент. Жесткий просто. Көре беріңдер смело. Далеко за закатами. Не твой уровень, дорогой. Бля, идите вы нахрен, пацаны. Неше түрлі қойып тұрсаңсыңдар. Ебать, вот это вот контент түсінем. Қазақ ютубында болмаған контент, но тупо, пацаны. Я вам отвечаю просто. Ебать, вот это вот контентно. Шаршады жылқы. Нормально все. Давайте клип тетр. Жылқы. Дайынсың ба? Дайын болсаң кеттік ал. Ну просто... Ракетницамен атсам қалай кетеді екен, а? Ракетницасын алайыншы жердегі. Ай, ё-моё. Давай, алыншы.
Так, давай. Все. Что-то спас, что-то не то, жігіттер. Келісесіңдер ма? Более жесткий уровень керек сияқты бізге. Турелді айналатқан. Ебать. На ресурс не жалко, ман, жігіттер. Просто на контент айтам да. Просто ебать уровень. Тупо казак контент где был контент. Смел лайкнул. Все, габыла. Каснат миңдат. Походу бітті. Отходим тупо. И вот я тут живучий оқ болсақ просто это просто угар ғой. Еб. Давайте, жиги. Короче, хом отлетаем тупо. Хом 1. Все. Блин, брат, жылқым бөлді. Опа! Лошадка, ТПЦ. Қайтып келіп, қақастаймыз осы сіздеріне, как көреміз жігіттер. Ах, лошадка, давай сюда иди. I thank you. Давай еще дейтіналар. Типа тағы да келіш деген сияқты қылып. Окей, жігіттер, я услышал вас. Уже мына кезде мен наларға вообще басым кетіп қалды, и наларды вообще 2+ ойнап жүргеніне наказать ету керек деп, үйімдегі сихалармен ракетницаны алып, сразу налардың көзін құрт, біреуін құрттым көзін, яғни. Қазір жігіттер көрсетем сендерге. Рейттің көкесін. Вот шкаф. Базара нет. Отлежись. Отлежаться тетра. Так, короче. Съебались. Ай, Ебать. Ебать. Вот это вот контент. Вот это вот контент. Ёп.
Рыцарь, пацаны, вы хотели еще, да? Ловите тогда нахрен. Ёп. Ёп твою душу. На нахрен тебе контент. На нахрен тебе контент. Ловите, пацаны. Фу, жетік па? Элкімен басынан тағы не істей аласың, тағы не келді қолыңнан басқа. Бәтші хилдсің, асықпай. Не, бля, бәтші как сен демалшы сен. Мынау қате движение жасап жүрсің ғой сен деген. Не волнуйтесь, пацаны. 2+ ойнағандарың үшін. Сен ба? GG. Қазір көрсетемін сендерге. До конца. А вы хотели еще, да? Видимо. Че, далеко собрался, пацаны? Ондай қатты мықты емес сияқтысыңдар ғой, да? Қарап тұрғанымша. А ты вроде смелый был. Иди в жопу, понял. Походу желанияларға шығып кетті деймін ойналғаналардың. А я вижу, ты умный, да? Тупо без шансов оно, да. Издевательство. Так, давай, что там? Я услышал вас. Еще раз, пацаны. Ёп, тык-дык. Nice. Good game. Давайте, короче, вы отлетаете вдвоем бан, и спасибо за контент, удачи вам, спасибо. Долго ждал этого момента. Так, что там? Сардан Брю, ага, так, еще Сардан Табрю, и как...
просто после контента шай ішіп жүрген. Давайте, если тағы да бір шайдан ұрып жіберейік ал. Все, нахрен. Вайп осымен менде аяқталды. Кайф. Ал біздің вайпымыз да видеомыз да осы соңына келіп жетті. Давайте осы кім осы видеоның соңына шейін қарады. Шеді рыцарь топ деп комменттер жазып кетің. Көрейік қанша екенімізді. Барлығыңа отдельный рахмет айтам. Поддержкаларыңа лайк, подписка, комментарий. Сендермен болған мегізден келесі видеода кездескенше.